Әрбір жарыс намыстанып шығасың, намысын бермеу үшін мына қазақ туын желбірету үшін. Спорт саласында жүргеніме 30 жылдан асты. Атырау облысы 2002 жылы басында бастап келдім. 2008 жылы Атырауда мүгедектер спорт клубын құрдық. Облыс спорт басқармасына қарасты. Клубтың 7 жыл директоры болдым. Және параллельно осы волейболда жаттықтырушы болып қызмет атқарып жүрдім. Атырау облысының спортшылары ұлттық құраманың негізін құрайды. Ұлттық құраманың сол 85-90% Атырау облысының спортшылары. Биылғы жылы Азия чемпионаты өтеді. Оған 14 спортшы қатысады, соның 10 Атыраудан. Және де Әлем кубогы өтеді Америкада биылғы жылы қазан айында. Соған дайындық қазір. Спорт денсаулық кепілі. Денсаулығын нығайтуға, өздерін жақсартып қоғамда өзінің орнын алу үшін спорттың үлкен маңызы бар. 23 жылдан үстінде ол спортты жүргеніме 2002-ден бері осы спорт саласындамын. Спорт болғасын ол жеңісте бірге жүреді. Рухани өз-өзінде әрбір жарыс қорғанда психологически дайын болу керек те. Жарыс кеткенде артында семьяң қалады, достарың қалады, жанкүйерлер ғой. Соларды ойлайсың, солардың алдында ят болып қалмасын деп, жаныңды кәдімгідей барын саласың ғой спортқа ойнаған кезде. Әрбір бола Қазақстан чемпионаты болсын, басқа әлемнің жарысы болсын, артында ойлайсың да, мына қазақ ел сеніп тұр деп. Елді ят қалдырмауға, алға жүруге соған тырысып